Күніңіздің берекелді болған қаласаңыз, алға қойған арман мақсатқа тез жеткіңіз келсе, онда сізге керемет дүние айтам. Күніңізді Құранмен бассаңызшы, Құран тыңдап, Аллах Тағалаға дұға етіп бассаңыз, иншаллах сол күніңіз берекелді болады, әрі сауап болады. Қалай Құранмен бассаймын деп жатқан шығарсыз? Достар, күнделікті Алматы уақытменен таңғы 6:30-да Мұрат Анарбек парақшасында хатым Құран тікелей эфирде оқылып жатыр. Сол хатым Құранға қатысып, күніңізді Құранмен бассаңыз болады. Өйткені Құранды тыңдау ол сауап іс. Ал бір сауап істің артынан жасаған дұға тілегіңіз қабыл болады. Достар, осы видеоны стористеріңізге салып, бір-бірлерімізге таратайықшы. Көпшілік болып Құран хатымға қатысайықшы. Сіз арқылы, сіз себепті біреу Құранға келіп, Құран тыңдап, дұға етіп жатса, иншаллах сізге сауап болады. Сол үшін барлығымыз жұдырықтай жұмылып, бірге әрекет жасайық.